Bizdeki tırşılık. Mınау чемоданға ұқсайды, қазір дамыған заман столға айналдырамыз. Аламыздағы фық еткіземіз. Фық. Стол. Көп жаса. Етікшіміз. Етік тігеміз. Әркімнің ескі құсқысын жамаймыз. Епірім. Бұл Құдайдың құдіретінде шек бар ма? Әкем етікші болған. Ұқсанмасаң, туммағыр. Әкем етікші болды, одан мен етікші болдым. Менің ұлым да етікші болды. Өткенде үйде кішкентай немерем етік ұстап жүрген. Ұрыстым, документ ұстамайсың ба? Документ ұстап өкімет болмайсың ба десем, тегіне тартпай, тумай деген. Осы. Ана көңінен ана кемпір құрғыр жатқызбайды. Өр бар. Бала шағаның ырызық несібесін тауып қайт дегесін келдік. Әйтеуір қу тіршілік бала шағаның қамы да. Ой, немене бәлем ма? 6 ай ғұсыланма киген ба? Ассаламалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыз көке? Жақсы. Мейрамыңызбен? Қалай өзі? Шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Жағдайларың жақсы ма? Ет қанама көке? Не дейді? Ет қанама деймін. Асхана. Көке мен сізге нормально сұрақ қойып тұрмын ғой, көке, ет қанама деп. Столовой. Мұнаған сорпа құйып ішесің. Біліп тұр да, сұрап тұр. Біліп тұр, бірақ сұрап тұр да. Оқсай сауатың бар ғой. Ремонт обуви деп жазып қойған ғой. Көке, ремонт обуви емес, ремонт обуви деп айтылады. Не дейді? Ремонт обуви деп айтылады. Жазылғанда обуви, айтылғанда обуви. Сен ақыл үйретпесең ба? Маған көке, сізге дұрыс. Көке, Не? аяғымнан сіз өтті. Не дейді? Аяғымнан сіз өтті деймін. Аяқтан сіз өткізбеңдер, жастар. Аяқтан өткен суық миға барады. Қойыңшы. Қоя алмайым. Жылы ұстандар, аяқтан өтеді ғой суықтың бар. Көке, Е. онда маған бір ұлтарақ беріңізші. Не дейді? Ұлтарақ. Қай размер? 43 қой, өзім денеме сай 43-ші размер. Түйенің табанында екен де аяғың. Екі аяғыңа ма? Енді 3 аяқты мотоцикл емеспін көке. Ұлтарақ па? Ұлтарақ берсеңші. Мен саған беремін. Қалыңдауын беріңіз. Мә, ұлтарақ. Көппе, аппақ сақалыңызбен үй алмайсыз ба көке? Мынау не? Не дейді? Үй алмайсыз ба мынау не көке? Ұят емес па ойбай? Немене ұят? Көке, ұят болады қойыңыз ойбай. Менен басқа ешкім көрмесін аны. Телевизордан көрсеткенде ұят болмайды да саған берсем ұят бола ма? Кенді бұл. Кім айтты бұл сізге ұлтарақтап? Кім айтты? Келін айтты. Өткенде бала шағамызбен кемпір бәріміз отырып немеремізбен. Қайта көрсеткесін ойымда ештеңе жоқ. Сұрадым, мынау не келін десем, ұлтарақ деді. Бұл не істейді десем, нәмді сұрат дедім. Сосын адамдардың аяғы жылы жүрсін деп алдым, не? Бұл не екен білесіз ба? Не? Көке! Не дейді? Көке, шынды айтып тұрым. Мына алдығын қақпас. Йот болды ау. Бұны мұна мен ұстайын. Сен күлме. Біз баяғының адамдары қаяқтан білейік, ескінің адамдары. Бәсе, таңертең келін мен баланың аяғы жылы жүрсін деп туфлилеріне салып қоям, алып тастайды. Алып тастайды. Қаяқтан алдыңыз? Аптекадан. Қачал. Бір пашка. Мен істен емес. Ана Аманбай деген етікші 2 пашкасын алды. Айтпашкын. Балалар айыпқа бұйырмаңдар, біз ескінің адамы. Телевизордан көрсеткесін қаяқтан білейік. Көке, бір теледіп алыңыз көке. Ненің бұрыс екен. Көке, 1 минут қоя тұрыңыз. Айтырыз. Көке, сіз товарды жөнді таңдай алмайды екенсіз. Нені? Товарды жөнді таңдай алмайды екенсіз.
Кім таңдап алды дейсің, әркімнің ескі құсқысы ғой. Жоқ, дұрыс қой көке, маған қарашы. Көке, мен завскладта жұмыс істегем, завсклад. Қоймаш. Көке, қоймаш деген завсклад жұмыс істегем. Завсклад, иә? Көке, мен сізге неше түрлі товар әкеліп тұрайын, сіз тігіп тұрсаңызшы. Сен маған әкелесің. Жоқ, маған қарашы, көке. Турция, Қытай, Бишкек, Америкадан таза былғары қожаларды әкеліп тұрам. Мен әкелем, сіз тігесіз, мен әкелем, сіз тігесіз. Или сіз тігесіз, мен әкелем, сіз тігесіз, мен әкелем. Аспан қараңызшы. Ақшаға мынадан батып қаласыз ғой. Көке деймін. Мен әкелсем болды емес та, сіз тігіп тұрсаңыз болды ғой. Жоқ, тоқташ, сен маған былғары қожалар әкеліп бересің ба? Таза мен қатырып тігем бұндай. Көке, мен әкелем, сіз тігесіз деп тұрмын ғой. Давай екеуміз бір фирма ашайық. Не ашайық? Фирма. Фирма? Таза бір фирма ашайық. Фирманың аты етікші болсын. Ассалаумағалейкум. Көке, ақшаны қырып тастаймын. Соңғы ма екен? Сіз де соң ассалаумағалейкум. Сен кетіп қалмашы. Көке, Ақсақал ассалаумағалейкум. Қалайсыз? балам, амансың? Жағдайың жақсы ма? Жағдай жақсы. Ақсақалдар өкшесі түсейін деп тұрған қақып бере қойыңызшы. Иә. Қақып бере қойыңызшы. Ойбай. Сен шырағым өкшеңнен бұрын нәс қиямадың ба? Көке, еканым ғой, еканым. Аяқ киім ішіне кім көреді? Бұны бит жасырып қоя саласыз. Мен саған қазір түспейтін деп. Ой, көке. Мына шеген қағайын деп атсыз ба? Мынаны қақсаңыз тіземеден жетейін деп тұр ғой, көке. Мен бұны қағамдағы үш орап ұшын шығарып қоям. Сосын не болады ол? Шипи балон болады, таймайсың. Ай, көке, мынау қып-қызыл шығын ғой, көке. Әр етікке мынандай шеге қаға берсеңіз, шығын ғой, көке. Эконом жасау керек. Қазіргі заманда эконом жасамасаңыз болмайды, көке. Эконом жасау керек. Тірлігіңіз алға қарай басқайды. Не бір береді? минут бауырым, ашуланбашы. Мамандығыңыз не? Экономист, сосын айтып жатырмын, экономист мамандығым. Көке! Ай, біздің фирмаға экономист керек қой. Экономист болса, ештеген эконом дей алмаймыз, көке. Қандай фирма? Етікші деген фирма ашып жатырмыз осы жерден. Көке, мен жұмыс қалсаңызшы, көке. Тоқташ. Қаяққа кіріп атсыңдар? Көке, етікші фирмасы. Нағараш, көке. Көке, көке деймін. Бер қарашы, көке. Мені алсаңыз өкінбейсіз, көке. Қаяққа алып атсыңдар? Қоя тұрыңыз, көке. Мені алсаңыз өкінбейсіз, көке. Мен бар ғой, шегеден экономдаймын, табанынан, өкшеден экономдағанды өлтірем, көке. Қандай клей қолданып жүрсіз? Мен? Қымбат клей қолданып жүрсіз, көке. Шығын ол. Қағаз клей қолданамыз бұдан кейін. Табанды қағаз клеймен клейлеп береміз, суға тиеді, ажырап береді. Қайтадан келеді, қайтадан қағаз клеймен табанды клейлеп береміз, суға тиеді, ажырап береді. Адамдар келе береді. Оборот болады, көке. Мен экономдаған өлтіріп жіберем. Көресіз ғой, фирмамыз алға басып. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Дауыстарыңыз қатты шығып жатыр, не болып жатыр, не бөлсем айтсыздар? Мына жерде фирма ашылып жатыр, жұмысқа адам қабылдап жатыр. О, маған жұмыс керек. Мамандығың не? Бухгалтер бітіргем. Ойбай. Көке! Бәле, не? Көке, біздің фирмаға ше бухгалтер керек қой, бухгалтер. Бухгалтер болмаса бізге айлықты кім береді, көке? Көке, бухгалтер болмаса болмайды. Кірісті шығысты есептейтін бухгалтер. Міне. Налогқа жауап беретін бухгалтер. Міне. Айлықты есептейтін бухгалтер. Міне. Мен болмасам болмайды. Мен болмасам сотталып кетесіз, көке. Міне, көке. Құтты болсын, жұмысқа кіргеніңіз құтты болсын. Тоқташ, мен түсінбей жатырмын. Қаяққа кіріп атсыңдар? Етікші фирмасынамын. Қоя тұрыңыздар, жолдастар. Құрметті етікші фирмасының ұжымдастары. Енді ең маңызды мәселені шешіп алайық. Айлық мәселесін шешіп алайық. Дұрыс. Енді мен осы фирманың бас экономисті болғаннан кейін менің жұмысым көп, менің айлығым да көп болу керек. 200 мың теңге маған бересіздер. Бір ауыздан. Так, сізге бухгалтерге 150 мың теңге. Нағып маған 150 мың. Қолың астында ғой ақша, қойшы сен жылара берме. Так, сізге завскладқа 100 мың теңге айлық. Тоқташ, кім беріп атыр? Көке, сіз табасыз. Бұрын бір ісмен істемеңіз, 4 ісмен істейсіз, Құдай қаласа. Так, көкемнің айлығын белгілейік. Көкеме 50 мың теңге айлық. Құтты болсын, 50 мың теңге. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, көке? Аяқ киім майлап жібересіз бе? Қоя тұрыңыз, көке. Клиент келді. Ассалаумағалейкум, етікші фирмасына қош келдіңіз. Аяғыңызды майлату үшін бірнеше осы фирманың экономисі маған келесіз. Мен қағаз жазып беремін, оны бухгалтерге апарып ақшасын төлейсіз, чек басып береді. Одан кейін оны завскладқа апарасыз, завсклад крем мен щетка береді, сосын жақсылап көкем майлап береді. Оның бәрі істеп жүрген үшін өзім майлай салмайын ба одан да? Оны айтам. Фирма директорлерің бар ма өзі? Бұлардың әлі ештеңесі жоқ қой. Көке, бір минут қойдыңыз. Сіздің мамандығыңыз не? Мен бұрын директор болып істегенмін, қазір қолым бос жүрмін ғой. Опа. Көке, бізге директор керек қой. Біз басшысыз қалай фирма ашамыз, көке? Басшысыз болмайды, көке. Енді бір ауыздан сайласаңдар директор болып беремін ғой. Міне, сайлаймыз. Сайлаймыз, бір ауыздан. Адамдарым түгел емес. Міне, түгел, міне. Директор болдың ба? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Тұр.
Бәрекелді. Бәрекелді. Нағыз директор, а? Игі істің басына жақсы келер қасына деген. Директор деген директор ретінде жиналысты ашық деп жариялаймыз. Міне директор, жарасты. Міне директор. Шырағым, тоқташ. Қаяқтан ашып атсың? Осы жерде етікші фирмасы ашып жатырмыз. Мына кісі кім? Қара жұмысшы ғой, мән бермей қойыңыз, қара жұмысшы. Директордың кабинеті қалай кіреді, рұқсатсыз. Шығар жібіңдер кабинеттен. Алып кетші. Қалай кіресің директор? Есік тоқылдап келмейсің ба? Қара жұмыс деген сыртқа Жазылу керек директорге. Заттарың барынан тай. Кет. Ал енді директор ретінде жиналысты ашық деп жариялаймыз дедім. Бірінші мәселе айлық мәселесі. Менің айлығым неше болады? Басеке, енді мен осы фирманың экономисі ең жоғарғы айлықты мен алам. 200 мың теңге. Енді сіз бастық болғаннан кейін 300 мың теңге берейік. 300 мың теңге аз болады. Анау келетін ревизия бар, қонақтар бар. Олар күтуің керек, рестораны бар, саунасы бар. Бәрін көтеруің керек. Бір ауыздан 500 мың теңге. 500 мың келісем мен. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Көкем қақта, көкем отырушы еді осы жерде. Не болды, не мәселе? Не мәселе дегеніңіз, етігім сүйтуге кеп тұр. Клиент. Шақырыңдар. Клиент келді, қош келдіңіз. Етік фирмасына қош келдіңіз. Қаяқта жүрсіз? Ертарақ келмейсіз ба осының барлығын? Саламатсыз ба, көке? Қалай шырағым, мама? Көкені маған срочно етігім істетуім керек болып тұр ғой. Шырағыма, мен жұмыстан шығып кеттім ғой. Көке, сіз жұмыстан шыққан жоқсыз. Істеп жатырсыз ғой, кабинеттен шықтыңыз ғой. Жұмыстан шыққан жоқсың ба? Жоқ, істеп жатырсыз. Істеп отырғым. Жұмыстан әзір шықпай қоя тұрыңыз. Короче, этот қаскелеңде ертең МС Селобектің «Кеменама біләк» атты концертін берейін деп жатыр да. Соған барайын десем, на етігімнің тақасы жоқ қой, прикинь. Наған срочно 27 сантиметрлік тақас алып бермесеңіз болмайды, көке. Оған 30 сантиметр жалғап плас қып тігіп аласам ба? Көке прикол ұстап тұрсыз ба? Неңіз бар, клиент қой, клиент қайтармасаңыз. Ақшасын айтыңыз, неңіз бар? Тағасын қақып беру. Ақшасын айтыңыз. Енді шырағым, менді еңбекті бағаласам бір 1000 теңге бер. Адам 1000 теңге жұмыс істей ма? Қалай жүресіңдер адамға? 10 мың теңге деп айтпайсыз ба? 10 мың теңге не деген адамсыз? 10 мың теңге деп айтпайсыз ба? 10 мың теңгеге жаңасын алмай ма ол? Мына жұмысшылар жұмыс істей алмайды. Сокращение, уволить. Шығар жібіңдер. Шықтыңыз жұмыстан. Мен саған айттым, нормально жұмыс істеді. Қызым, өзің не жұмыс істейсің? Мен негізі информатика бітіргем ғой, но қазір бездерлік ештеңе істемеймін. Маған секретаршы керек. Болды, кірді ғой. Хатшыңыз керек қой. Жұмыс қалап істеді. Иә. Болды, жұмысқа кірдік. Дұрыс, міне 4 көзіміз түгел болдық. Шырағым, айып етпе. Директордың кабинеті қой, тақылдатып кірейін. Кіруге рұқсат па? Рұқсат. Мына жоқ фирмалардың жоқ есігін ашып жаба берейік та. Ақыр жоқ фирма ғой, жоқ есіктеріңді ашып жауып кірейік. Сен ба шырағым, директор? Мен ғой, иә. Директор бала, айналайын, сен айып етпе. Мен офисімді алып кетейін. Мына офис менікі еді, алып кетейін шырағым. Айып етпе. Айып етпе. Көңіліңе алма. Менікі еді. Өзімнің жеке меншігім. Сен ба директор? Мен ғой, иә. Өмірімде стол жоқ директорды бір рет көріп отырмын шырағым. Тоқал ескі құсаған. Сен анау Абай Құнанбаев атаңды білесің ба? Білеміз ғой, иә. Кітабын оқыдың ба? Оқамыз, Ай қайдан. Соның бір өлеңі бар, жарықтық. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузыңа тұстау мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде құртың. Бас-басына би болған өңкей қиқым. Мінекей құртқан жоқ па елдің сиқын. Шырағым, сен ба директор? Мен директор. Менің енді ақсақалдық ақылым ғой шырағым. Менің ақылымды тыңдасаң, сен фирмаңды ашпай жатып, бірінші отауыңды сайлап ал. Мақылма? Бірінші отауыңды сайлап ал, сосын басқа жеріңді сайлайсың шырағым. Қандай фирма? Етікші деген фирма. Нә фирма саған? Печати жоқ, столы жоқ, тоқал ескі құсаған қандай директор бұл? Өкей, бәрі бәс, бәрі төмен, бәрі билік құмар. Әй қазағым.
Осындай кәрі адамдарды неге жұмысқа аласыңдар, неге аласыңдар, жалындап тұрған жастарды алмайсыңдар ма? Так, болды, жиналысымызды жалғастырамыз. Айта бер. Мына фирмада бізде неше материал, қанша товарымыз бар, баяндап беріңдер. Қой машина не бар, запсклад не бар бізде? Айт. Біздің складта да, фирмада да ешқандай товар жоқ. Товардың бәрі шалда кетіп қалды ғой. Басеке, көкем болмаса қаяқтың еткіші фирмасы? Көкені білек шығардық онда. Неменеге шығарып жібердіңіз? Айналайды, көкені алдыру керек қой онда. Көкемді алдырайық онда. Көке шақырыңдар. Көкем қайда? Көке!